Баланың өміріне осы нәрсе кейін кедергі болады дейтін. Бір-бірімен салыстырмауымыз керек. Әр баланың өзіне тән ерекшелігі бар екенін ескеруіміз керек. Жалпы қазір көп балалы болудың тиімді ма, сол сұрақты қояйыншы. Балаларға назар жетпей жатыр. Қандай жағдай болмасын, бала оны көтеріп, жеңіп шыға алатын ішкі халде болады. Баланың алдында чувство вины болмас үшін қалай дұрыс уақытты дұрыс жоспарлау керек, немесе қалай дұрыс көңіл бөлу керек? Өкінішке орай ешқандай өз-өзіне тыйым сала алмайды. Өзін ұстай алмайтын дәрежеге жетпеу керек. Анам да маған ашылып, өзінің сырын айтып жатыр, мен де айтайын деген секілді. Бала рухани бай болу үшін балаға қандай тәлім тәрбие беруіміз керек? Балаңыз сізге қарап, ол да мен де жасай аламын деп ойлайтын болады. Үлгі ретінде ең бірінші ол нәрсені сіз өзіңізге айтуыңыз керек. Сәлеметсіздер ме көрермен, сіздермен Ұлпан Түзелбек, Байбол подкаст каналы. Бүгін бізде қонақта психолог Мөлдір Тоғжан. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ұлпан ханым, рахмет шақырғаныңыз. Сізге де рахмет, келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге. Сізге алғашқы сұрағым, қазіргі уақытта біздің ата-аналар бала тәрбиесінде қандай қателіктерді жіберіп жатыр? Содан бастасақ. Қай қателіктен бастайын деп. Ең жиі кездесетін, және баланың өміріне осы нәрсе кейін кедергі болады дейтін. Баланың қалауларын ескермеу шығар басым көпшілігі. Себебі біз ата-ана болғаннан кейін баланың керемет болғанын қалап жатамыз ғой. Баланың оқығанын, баланың жақсы болғанын, білімді болғанын. Бірақ өкінішке орай, бала не нәрсені қалап тұр деп кейде зерттемейміз. Біздің қалауымызбен өсу керек сияқты болып тұрады бала бізге. Бұл ең жиі кездесетін сұрақ. Екіншісі, бұл балаларды салыстыру. Тіпті кейде семинарларда ата-аналар орнынан тұрып, бірінші балам мынандай, екінші балам мынандай деп жатқан кезде, тіпті бірінші баласын айтқан кезде көзі жанып, ол оқиды, ол мынандай мықты. Ал енді мына екінші балам білмеймін деп көзінің жанары өшіп қалып жатады. Яғни мен ол нәрсені сезіп тұрсам, бала ол нәрсені сезеді деген сөз. Ата-анасы оған қараған кезде үмітпен қарап тұрма, немесе әй осы қандай адам болады екен деп қарап тұрма, бала ол нәрсені сезеді. Сондықтан балаға қараған кезде барлық баладан бірдей үміт күтуіміз керек, бір-бірімен салыстырмауымыз керек. Әр баланың өзіне тән ерекшелігі бар екенін ескеруіміз керек. Жақсы. Осы салыстыру дегенде, бұрын енді бізді ата-аналарымыз көршімен, сыныптастарымызбен салыстырды ғой. Демек, балалар қазір бір үйде туған балалардың алдында арасында салыстыру бар деген сөз, иә? Әрине. Ағаңа қарашы, мынау жақсы оқиды. Ініңе қарашы, мынау мынандай жасай алады. Сен қолыңнан дым келмейді деген секілді. Кейде былайынан анық салыстырмаса да, егер ата-ананың өзінің ішінде мына балам мықтырақ, мына балам әлсіздеу деген ой болса, соның өзін бала сезіп жатады. Себебі біз бейсаналы түрде біреуіне көп ұрсып қоямыз, біреуіне аз ұрсамыз деген секілді. Немесе өзімізге ұқсайтын баланы біз өте тез түсінеміз. Былай көзінің қиығымен істеген әрекеттерінің барлығы бізге түсінікті болып тұрады. Басқа баламыз жат сияқты болып көрініп тұрады. Мүлдем оның ренішінде түсініп, соған да ренжиді ма адам деген сияқты. Ренішінде түсінбей тұрамыз. Бұның өзі тікелей айтпасақ та, бұның өзі балаға деген екі түрлі көзқарасты көрсетеді. Сондықтан мен айтам, 4 балаңыз бар ма, 3 балаңыз бар ма, барлығына теңдей қарау. Біреуі тыныш мінезі, біреуі жыбырлақ болуы мүмкін. Бірақ әр қайсысы өмірде өзінің орнын табатынына ең бірінші ата-ана сену керек. Ата-ананың сенімі, иә. Жаңа сіз айттыңыз ғой, 3 бала бола ма, 4 бала бола ма дегенде. Жалпы қазір көп балалы болудың тиімді ма, сол сұрақты қояйыншы. Мүмкін бұл сұрақ ауыр болатын шығар, бірақ бұл сұрақты қойғым келеді, өйткені қазір балалардың қараусыз қалуы, немесе бәріне бірдей тәрбиенің берілмеуі, немесе материалдық жақтағы проблемалар болып жатыр ғой. Иә. Енді бала нәсіп, Алланың берген нәсібі. Дегенмен арадағы баланың уақыты қаз қатар емес. Мысалы, арада 1,5 жыл, 2 жыл, 4 бала қатарынан туылған болып жатады. Ол кезде ананың назары жетпей жатады. Мен идеальны уақыт аралығы 4 жыл деп айтар едім.
4 жыл уақыт аралық берген кезде бірінші баланың ойыншығына екінші бала қатты таласа қоймайды. Жастары мүлдем басқа болады. Бір бала велосипед айдаса, екінші бала оған барып таласпайды. Және ана ретінде де өз тозып жатады аналар. Себебі қазір не көп баланы баурайтын соблазн дейміз ғой, нәрселер өте көп. Ол телефоннан алыңыз, PlayStation, телевизор, мультфильм, оның барлығын аңду, оның барлығын шектеу анаға кейде қиынға соғып жатады. Сондықтан әрине сапалы болғаны дұрыс деп айтамын. Себебі ол ерлі зайыптылардың қарым-қатынасына да әсер етіп жатады. Ананың уақыты мүлдем жетпей жатады. Балаларынан жолдасына артылмай жатады. Ал адам болғаннан кейін ересек адам да өмір көргісі келеді. Сондықтан кейде ересек адам секілді жауапкершілікті алып, бірінші баланы қарауымыз керек, жетілдіруіміз керек дей алмай жататын жағдайлар көп болады, әсіресе ер адамдарда. Сондықтан бақытты отбасы болу үшін әрине жоспармен шамамыз келгенше әрекет еткен дұрысырақ. Жоспармен десе, бірақ бізде қаншалықты баланы жоспарлайды? Біздің менталитетте ол қалай? Осы сұрақты қойсам, мен адамдар шошып жатады ғой. Бұл Құдай өзі береді, сен баланы қалай жоспарлайсың деп. Әрине Құдай береді, бұл рас. Бірақ бір жағынан Алла тағала берсе, демек ол ерлі зайыптының, ол әйелдің шамасы жетеді деген сөз. Сенім бар деген сөз ол әйелге. Бірақ дегенмен тозып, шаршап, әлі келмей, балалары да жаңағы стресстік жағдайда келетін аналар өте көп. Бұл заманның ағымына да байланысты. Бұрын далада ойнап, балалар стрессін шығарып келетін еді. Сосын внимание дейміз, назарды, бала есіктің алдында ойнайды, көршіден, жаңағы ағамен, әпкемен сөйлеседі, біреуден айран сұрайды, досының үйіне кіреді. Сосын, балам қалай жағдай деп біреу басын сипап кетеді. Қоғаммен қарым-қатынас мықты еді. 10% вниманиені жаңағы досынан алады, 20% назарды өзінің тетясынан, жаңағы әпкесінен, ағасынан, көршісінен алады. Сөйтіп үйге келген кезде ата-анасынан соңғы қалған 20-30% назарды алып бала тоятын еді. Олардың барлығы балаға өмір сүруге үлгі болатын еді. Бірақ қазір өкінішке орай балалар үйде, сыртта көп ойнамайды. Аяқ асты қарым-қатынасқа кіре алмайды. Тек мектепке барады, келеді, 24 сағат бала контрольде. Сондықтан баланың бойында стресс көп. Сондықтан бір ана жалғыз өзі жетпей жатыр. Бұрынғыдағыдай ата әже де жоқ қаланың балаларында. Сондықтан барлығын телефон жұтып қойған сияқты қазір назарын. Сондықтан өкінішке орай шын айтатын болсақ, балаларға назар жетпей жатыр. Назар жетпей жатыр, содан ата-анамен де, қоғаммен де балада конфликт пайда болуы мүмкін, әртүрлі. Пайда болуы мүмкін, сондықтан жоспарлы әрекет дұрыс деп айтар едім. Жалпы осындай көп балалы отбасында туылды. Мақұл, бұрынғы кез айтпай қойықшы, бұрын біз ұрыспен, мынандаймен өстік қой енді. Бірақ қазір ондайды жаңа ұрып соғу, ұрысу, балаға ұрыса алмайсың дейді, ұрысып тәрбиелей алмайсың дейді. Қазіргі поколение мүлде бөлек дейді, Жалпы осындай көп балалы отбасында мүлде внимание көрмей өссе, баланың болашағы қандай болуы мүмкін? Сырттан іздейді ма, әлде қалай айта аламыз? Енді бұған жалпылама айта алмаймыз. Бірақ дегенмен назарсыз өскен бала, мысалы қараңыз. Мысалы бір қыз үйінде ақша ұрлайды екен, бір кішкентай қыз. Ол ақшаны қайда жұмсайды десем, ол ақшаны буфеттен тәтті-мәтті сатып алып, өзінің достарына таратады дейді. Шын мәнінде бұл қызға ақша ұрлау емес керегі, тәтті-мәтті де емес керегі. Бұл достарының назарын сатып алып тұр. Демек, бір дефицит басқа бір проблеманы тудырады. Мысалы, әрдайым операция жасайтын әйелдер. Ерніне, жаңағы омырауына, басқа жеріне тоқтай алмайтын ханымдар бар, Неге? Себебі назар жетпейді. Яғни маған қара, признание деп жатамыз, менің әдемі екенімді айтшы деген секілді. Немесе
кейбір чиновниктерді естіп жатамыз, 10 машинасы бар, білмеймін, 100 квартирасы бар деген секілді. Шын мәнінде бір адамға сен физикалық тұрғыда 10 машинаны қолдана алмайсың. Бірақ демек ол оның бір тесігін жауып тұр ғой. Қандай тесігін жауып тұр? Мен крутоймын. Маған қараңдар. Менде бар деген секілді бір дефицитін жауып тұр деген. Бұның барлығы іштегі сезім. Егер біз сол сезімді кішкентай кезден тойдыра алмасақ, өкінішке орай есейген кезде оны әртүрлі нәрсемен тойдыруға тырысатын болады адамдар. Сондықтан мүмкіндігінше мысалы, мынандай да бір мысал бар. Бір бала өте гиперактивный. Жүгіріп ананы ұстайды, мынаны ұстайды, ананы сұрайды, мынаны сұрайды мамасынан. Ана ойыншық керек емес, жоқ мынау керек. Алып бересіз оны, бір күннен кейін ол керек емес болып қалады, ойнамай қояды. Екінші ойыншықты сұрайды, ол да ойнамай қалады. Бұл да баланың ішіндегі жетпей жатқан бір дефицит. Бір сезімді толтыра алмай жатыр бала. Сөйтіп, әр нәрсенің басын бір шұқиды. Сөйтеді да, ана ойыншықты алған кезде сол ішімдегі сезімді толтырамын деп ойлайды, бірақ толмай жатыр. Жоқ, бұл емес екен, басқа нәрсені көрейін дейді. Оны алып қолданып көреді, бірақ әлі ішіндегі сезім толмады. Басқасын алып көреді. Сөйтіп, өкінішке орай әр нәрсеге ұрылып, қағылып, бастаған нәрсесін соңына дейін жеткізе алмай, іштегі бір дефицит сезімді толтыра алмау ауруына шалдығады. Сондықтан оның түбінде толтыра алмай жатқаны не? Анасының бір ауыз жылы сөзі. Жаным, күнім, сен кереметсің. Мен үшін сен ең бағалы адамсың. Сенің орның еш нәрсемен толмайды. Кейде ата-аналарға айтам, ыдысты сындырып алды ма? Ең бірінші сол жерде балаға беруіміз керек дүние, бұл сен ыдыстан артықсың. Сен маған мына нәрседен бағалысың. Деген нәрсені бере алсақ балаға, әр қарай балада бір тоқтық болады. Бала ойын қолдана алатын болады. Яғни, посуданың орны толады, бірақ мен құндымын деген сезім болады. Бұл сонда барлық нәрсені сындыра берсін бе деген сөз емес. Әрине, сіз одан кейін жұмысын жасайсыз, сұрақтар қоясыз, не үшін бұлай болды, байқамай қалдым, қолың су болды ма? Балам, су қолмен посуда ұстауға болмайды, келесі жолы абай бол, міндетті түрде айтылады. Бірақ ең бірінші реакциямыз әрдайым сен маған осы нәрседен артықсың деген сезімді бере алу балаға. Сол кезде бала белгілі бір жағдайдың құрбаны болмайды. Жұмыстан шығып кеткен кезде, оқуға түсе алмай қалған кезде, суицид жасап жататын балалар болады, ентідан құлап қалған кезде. Біз егер сол жағдайдан сен маған артықсың деген нәрсені әрдайым көрсете алсақ, бала еңсесі түспейтін болады. Қандай жағдай болмасын, бала оны көтеріп, жеңіп шыға алатын ішкі халде болады. Керемет. Жаңа көп балалы ана болсын, бір бала, екі бала ана болсын, үнемі мен байқаймын, чувство вины болады. Баланың алдында уақытты жеткізе алмай жатырмын, немесе сапалы өткізе алмай жатырмын деген сияқты. Мен көп зерттедім осы тақырыпты. Бір психологтар айтады, 1 сағат жеткілікті дейді баламен. Бір психологтар айтады, 25 минут сапалы өткізсең жеткілікті дейді. Сіздің аузыңыздан естейікші. Баланың алдында чувство вины болмас үшін қалай дұрыс уақытты дұрыс жоспарлау керек, немесе қалай дұрыс көңіл бөлу керек? Енді бұл негізі минимум ғой, минимум 20-30 минут деп айтып жатамыз, Бірақ бұл жерде бір шартты белгілі бір ережеге байлап қойған сияқты болады. Әр бала әр түрлі. Кейбір балалар шынымен вниманиені көбірек талап етіп жатады. Дегенмен минимум 20-30 минут сіз баламен уақыт өткізуіңіз керек деген қағида бар. Біз күнделікті қарбалас күйбең тірлікпен 5-10 минутта уақыт өткізбейді екенбіз. Мен кейде аналарға айтам. Секундомерді қойып қойыңыз. Телефоннан ашыңыз, секундомерді қойып қойыңыз. Сосын балаңызбен жай отырып шай ішіп әңгіме айтыңыз. 5 минуттан кейін бізге бір сағат өткен сияқты болып көрінеді. Сондықтан жай солайынан өзіңіздің уақытыңызды көбейтсеңіз болады. Бірақ шын мәнінде бұл табиғи түрде болу керек. Табиғи түрде. Мысалы, жай ғана магазинге бара жатырсыз. Балаңызды алып кетіңіз. Бара жатқан кезде сөйлесіп барыңыз. Бұл әдейі отырып бір арнайы уақыт бөлу емес бұл жердегі мағына.
Бұл жердегі мағына баламен бірге болу сәтін жүк қылып көрмеу. Жеңіл қарау ол нәрсеге. Ауыр көреді ғой. Ауыр көреді. Біз кейде кухняда тамақ жасап жатсақ та, бар аняқа, бар мен тамақ істеп жатырмын деп баланы кіргізгіміз келмейді. Шын мәнінде егер өзіңізбен, балаңызбен дұрыс қарым-қатынаста болсаңыз, ол нәрсе сізге қиындық тудырмау керек. Балаңыз қасыңызда әңгімеңізді айтып, тамағыңызды жасай беру. Бұл сіздің ішкі халіңіздің балаға, ішкі есіктеріңіздің балаға әрдайым ашық деген сөз. Біз баланы қай кезде итереміз, бара тұр аняқа, бара тұр деп, сол кезде бала жабыса береді, байқасаңыз. Сондықтан магазинге, дүкенге бара жатырмыз ба, жаңағы кухняда тамақ жасап жатырмыз ба, телевизор көріп отырмыз, шай ішіп отырмыз. Сол кезде 5-10 минуттан баламен бірге уақыт өткізу, бұл ең дұрысы. Демек, ешқандай жасандылықпен емес, арнайы уақытпен емес, қарапайым өмірдің өзінде қолданады. Қарапайым өмірде белгілі бір нәрселерді бірге жасай алу. Тіпті тамақ жасап атсаңыз да, жаңа бір нәрсенің қабығын ашқызып қою, картошканы сен тура деген секілді, сондай бірге уақыт өткізу. Керемет. Енді осы уақыт жоқ деген кезде көп адамдар телефон бере салады ғой. Мен бір подкасттан естіген едім, қазір ата-аналардың ең мықты конкуренті ол телефон деп. Баламен жалпы бірі айтып жатады, бірі телефон беруге болмайды дейді. Енді кейбір ағылшын тілі курстарында мультфильм арқылы үйретеді дейді. Жалпы телефонды қалай дұрыс беру керек балаға? Негізі қазіргі конкуренті болып келе жатыр негізі. Себебі сол жақтан әртүрлі сұрақтар қойып жауабын алып жатыр балалар. Осы сәт маңыздырақ. Себебі ол тікелей балаға құндылық ретінде, сұрақтарының жауабы ретінде сіңіп жатыр. Негізі ол жауаптарды ата-ана беру керек. Ол құндылықтарды ата-ана құю керек балаға жайлап. Сондықтан телефонды мүлдем бермеу керек дей алмаймыз. Себебі заман телефон заманы. Мысалы, менің мысалымда бір кісі болған, мектепте қызы 2-ші сыныпта оқитын. Мүлдем телефон бермейміз дейді. Біздің үйде телевизор жоқ дейді. Бірақ маған келген запросы ананың, балам басқалармен тіл табыса алмайды, достармен ойнай алмайды деді. Зерттеп, баламен сөйлесіп қарасам, басқамен не жайлы сөйлесетінін білмейді жаңағы бала. Себебі мультфильм көрмейді үйде, телефон ұстамайды. Ортақ тақырып жоқ. Ал балалардың барлығы белгілі бір ортақ тақырыптарды қозғайды, соны сөйлеседі. Ал мына бала өкінішке орай жаңағы аспаннан түскен сияқты олармен не жайлы сөйлесетінін білмей жатады екен. Енді сондықтан мүлдем деген нәрсе болмайды. Ол телефонды қалай дұрыс қолдану керек екенін, телефонның ішіндегі дуалинго деген болсын, енді әртүрлі пайдалы жақтары да бар телефонның. Тура пышақ секілді. Пышақты біз тамақ турауға да қолданамыз, бірақ өкінішке орай басқа жаман оймен де қолдануға болады. Тура сол секілді дұрыс қолдану сауаттылықты үйрету. Уақытты шектеу, сұрап отыру, қандай контенттер көресің, не ұнайды деген секілді баламен әрдайым диалог болған кезде сіз біліп жүресіз, баланың қандай қорқыныштары бар деген секілді. Сондықтан мүлдем шектеу бұл жол емес, себебі бір күні болмаса бір күні ол бала пружина сияқты, сіз оны былай басып отырсыз, оны жіберген кезде ол атылуы мүмкін. Себебі әрдайым біз баланың қасында отыра алмаймыз. Біз баланы жоқ уақытқа дайындауымыз керек. Сондықтан қаншалықты балам жеке өмірге дайын деген сұрақты өзімізге қоюымыз керек. Сол кезде сіз оны қазір тыйып отырсыз, ал жеке ол басқа жаққа өзімен өзі телефонмен қалған кезде өкінішке орай ешқандай өз-өзіне тыйым сала алмайды, өзін ұстай алмайтын дәрежеге жетпеу керек. Сондықтан мүмкіндігінше баламен диалог жасап, орта жолын таңдаған дұрыс. Жаңа сіз баламен сөйлесу, контакт дедіңіз ғой. Жалпы ата-ана мен баланың арасында мүлде байланыс болмайтын ата-аналар бар екен. Баласының не болып жатқан, мектепте не қойып жатқан білмейді. Жалпы осындай байланысты қалай орнату керек, егер ол кезеңнен өтіп кеткен болса?
мысалы қазір мүлде байланыс жоқ бала мен ата ананың арасында, мүлде сырласпайды деген сияқты өте көп қой сондай отбасыларда. Ондай байланысты мүмкін 8-9 жастағы бала мен ата ананың байланысын қалай орнатамыз, қалай сырластырамыз бір-бірімен? Иә, бұл кезде жай ғана байланыс орнату деген, мысалы, жалпы мынандай методика бар. Менің балам дейді, 3 жасар інісімен тайталасады дейді, қызғанады дейді. Жаңағы неге десем, бірінші баламды 5 жасына дейін әжесі қараған, одан кейін барып менің қолыма келді. Мектепке баратын шақта 6 жаста, 7 жаста, оған дейін мүлде менің қолымда болмаған бала дейді. Әрине, сіздің бойыңызда баламен рухани байланыс орнамаған. Иә, ол кішкентай баламен конкурент болады, әрдайым қызғанады, анасының махаббат мейіріміне талас тартыс болады ол жерде екі баланың арасында. Сондықтан, егер сіз ол уақытты өткізіп алған болсаңыз, сол сезімдерді қайтадан тойдырсаңыз болады. 8 жасар балаңызға кейде 3 жасар бала секілді мүмкін еркелету керек болады. Арасында басын сипау керек болады. Сен өп-үлкенсің ғой, бар жана жаққа деп біз кейде қабылдай алмай жатамыз. Баланың еркелегенін қабылдай алмай жатамыз. Негізі бала шын мәнінде өзінің ішіне не керек екенін айтып тұр сізге, егер біз тыңдай алсақ. Анашым мен де еркелетші деген секілді, маған ше деп ренжіп қалады, иә. Сондықтан сол уақытты қайтару үшін жайлап сол сезімдерді беріп тойдырсақ болады баланы. Бір осындай қызық жағдай бар. Бір ата-ана айтады, мен дейді балама, үлкен дейді сол 8-9 жасар балама, кішкентай бала ұқсап, қасыма ерітіп, еркелетіп, біраз уақыт сол нәрсесін тойдыруға тырыстым дейді. Бір күні балам айтты дейді, анашым, жаңағы алайықта еркелетсеңізші деген секілді. Ол өзі тойғаннан кейін інісін ойлай бастады. Бөліскісі келе бастады дейді. Мен сол кезде баламның аз да болса есейгенін байқадым дейді. Сондықтан жаңағы қолымыздан келіп жатса еркелеткеніміз дұрыс. Және көбірек диалог, оның өміріне қызығушылық көрсету, нақты диалогпен айтатын болсақ, тек қана өзіміздің нәрсемізді айта беру емес, баланың өміріне қызығушылық білдіру. Уақытың қалай өтті, бүгін мектептен не істедің, кіммен дос болып жүрсің, иә. Біраз уақыт өткеннен кейін жай ғана сұрау, өткенде балам бір бала сабаққа келмей апаймен ұрсып қалды деп айтып едің ғой, сол не болып жатыр деген секілді баланың өміріне деген қызығушылық көрсету, бұл да тұлға ретінде сен маған қызықсың деген нәрсені білдіреді. Бұндай диалогтар да міндетті түрде болу керек. Демек, баланың қандай да бір кішкентай бір затына болса да қызығушылық білдіріп, контакт орната беру керек. Иә, сенің өмірің маған қызық, сен маған жалпы қызықсың, мектебіңде қандай жағдай болып жатыр. Бұл нәрсе ешқандай жаңағы несіз, ақыл айтусыз, иә, біз бір құрбымызбен отырған кезде сөйлесеміз ғой, бұл сондай диалог болу керек. Бұлай, мысалы, керемет уақыт өткізіп, телевизор көріп болып, мен кейде айтам ғой, бірге уақыт өткізіңіздер деп, телевизор көріп болып, ал енді түсінігіңді айт ал балам деп, ол қайтадан баладан талап ету болады. Жай ғана өзіңіздің ойыңызды айтып, ол да өзінің ойымен бөлісу атмосферасы болу керек. Баланың үстіне төніп, әрдайым бір нәрсені талап етіп тұрсақ, бала ол жерде отырғысы келмейді. Сондықтан жай ғана дос ретінде әңгіме айту уақыттар болу керек баламен. Баладан талап ету деген нәрсені біз енді көріп қалған сценарий сияқты. Иә, бізге таныс дейсіз ғой. Иә, бізге таныс, өзіңнің үлкендігіңді көрсетіп айтқызып жатады ғой. Мүмкін ата-аналарға бір қандай да бір лайфхак бар ма осы жерде? Мүмкін әдетке айналдыратындай бір нақты бір әрекеттерді айтсаңыз. Нақты әрекеттен бұрын мына нәрсені айтқым келіп отыр. Жалпы адам зат дүниеге келген кезде біреудің айтқанын бұлжытпай орындау керек деген функция жоқ. Біреудің айтқанымен өмір сүру керек деген де функция жоқ адамның ішінде. Басқа біреумен бір мәміледе болу деген функция бар. Себебі адам адамға құл бола алмайды ешқашан. Әрдайым біздің ішімізде қарсылық оянып отырады. Мен неге сен айтқаныңды істеуім керек? Сен неге маған өйтіп бұйырып сөйлейсің?
деген секілді. Бұйырып адамға бір нәрсені айтқан кезде ол адамның ішінен міндетті түрде қарсылық оянады. Сондықтан жаңа туған бала да сондай. Біреудің айтқанымен өмір сүретін балада өте көп проблема бар деген сөз. Ол ертең психологты аралайды ол бала. Сондықтан біздің міндетіміз баланы тану, баламен белгілі бір мәміледе болу, баламен тіл табыса алу біздің міндетіміз. Ал біз егер балаға үстен қарайтын болсақ, өкінішке орай, бір күні болмаса бір күні бұл бала бізден алыстайды деген сөз. Бұл бала өзіне бір ментор тауып алады деген сөз. Ол ментор қалай болатынын білмейміз. Ол жаман жолдағы адам болады ма? Ол жақсы жолдағы адам болады ма? Себебі біз дұрыс бағыт бағдар бере алмадық. Біз тек басқарғымыз келді ол баланы. Сондықтан осы бір қағиданы әрдайым есімізде ұстауымыз керек. Және жай ғана практика ретінде уақыт бөлу, жай ғана расписание секілді. Мысалы, бүгін мына уақыт аралығында баламен уақыт өткізем. Өзіңізге айтыңыз қағида ретінде. Ешқандай ақыл айтпаймын, еш нәрсені талап етпеймін, жай ғана, және ол қағидада тек қана баладан сұрау емес, өзіңіздің де қиыншылығыңызбен мүмкін бөлісесіз. Бала өзін бір теңдікте сезіну үшін. Анам да маған ашылып өзінің сырын айтып жатыр, мен де айтайын деген секілді. Осындай практикалық әрекет жасасақ болады. Жақсы. Мен осы бала тақырыбында болады деп мен опрос жасағам. Сол кезде мынандай сұрақтар келді да маған. Отбасында ата-анамен арасындағы конфликт көріп өскен баланың болашағы қандай болады деген. Жиі ұрыс керісті, әртүрлі киноларды көрген балалардың болашағына қалай әсер етеді? Ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Міндетті түрде отбасы болғаннан кейін ер адамның өзінің өмірлік қағидалары болады. Қыз баланың да өзінің үйінен алып келген белгілі бір қағидалары болады. Олар бір араға келген кезде міндетті түрде конфликт болады, түсініспеушілік болады. Конфликт болмаған кезде ол үлкен сұрақ белгісі. Неге? Біреуі аса тым біреуді тыңдап қойды ма деген секілді, немесе қорқыныш бар ма біреуінен деген секілді. Бірақ ол конфликттердің қалай шешілуі маңызды. Өмір үлкен сабақ болғандықтан, өмір үлкен мектеп болғандықтан, бала ол конфликттерді белгілі бір дәрежеде көріп өскені де дұрыс. Себебі мүлдем ешқашан конфликт көрмеген бала конфликтті шеше алмайды ертең. Сондықтан бұл ұрыс керістің де норма екені, бұл жердегі маңызды қағида конфликттен кейін ата-ананың татуласуы. Баланың көзінше. Және баланың ол татулықты көруі. Және оның арасын ұзатпау. Ата-ана ұрсып қалды, бала оны көрді. 2-3 сағат өткеннен кейін, немесе кешкісін екеуі күліп ойнап шай ішіп отыр. Бала көреді. Демек ұрсып қалғаннан кейін де осылайынан достасып, ары қарай бірге болуға болады екен ғой деген ой туындайды. Бұл өмірлік тәжірибе бала үшін. Сондықтан ұрыс керісте ересек адам ретінде баланы қатты қорқынышқа, уайым сарсаңға салмас үшін біз бір ауыз айтуымыз керек. Балам, папаңмен келіспей қалдық. Ондай болып тұрады. Бірақ сен уайымдама. Саған ешқандай қатысы жоқ. Біз біраз уақыттан кейін татуласамыз. Болып тұрады ондай. Себебі бала ұрыс керісте ең үлкен уайымы ата-анам ажырасып кетеді. Мен жалғыз қалам, әкесіз қалам, немесе анасыз қалам деген қорқыныш. Екіншісі, бұл мен үшін ұрысты. Менің кесірімнен осылар осындай ұрысқа жаңағы тап болды деген секілді бала өзін кінәлауы мүмкін. Сондықтан ұрыс керіс болады, бірақ татуласу маңызды, балаға оның кінәлі емес екендігін айту маңызды, және жауапкершілікті біз өзімізге аламыз. Мен папаңмен ұрсып қалсам да, ол да сені жақсы көріп тұр, мен де сені жақсы көруімізді тоқтатпаймыз деп бір ауыз балаға жеткізу маңызды. Қазіргі сұрақ енді сізге ауыр болмауы мүмкін, но бірақ көпшілік қоғамда болып жатқан жағдай бұл: балам үшін шыдап жүрмін,
балам үшін ажыраспай отырмын деген нәрселер бар бізде көп отбасыларында. Осы ұрыс керістің шегіне жеткені ғой. Жалпы осындай уақытта сіз как психолог ретінде айта аласыз ба, әйел адамдар расымен баласы үшін шыдап жүреді ма? Негізі кеткісі келген адамды қатты ешнәрсе ұстамайды. Негізі бала үшін ажыраспай жүрмін деу бұл бір сылтау секілді. Кейде мен мысалы бір отбасын білемін, балалар өзі талап етіпті. 15 жасар балалары бар, есейіп қалған. Анашым болды, біз қаламаймыз былай өмір сүруді, біз шаршадық деп. Екеуіңіз екі жаққа кетіңіздер. Құдайдың құтты күні үйде ұрыс керіс, үйдің берекесі жоқ. Біз бұндай қарым-қатынастан шаршадық деген отбасылар да бар. Сондықтан үйде берекесі жоқ, үйде мүлдем жаңа қуаныш жоқ, бір жеке граница дейміз, шекара жоқ жерде өмір сүру балаға өте қиын. Сондықтан бұл мәселе индивидуальны деп ойлаймын. Не үшін ажырасып жатқаны да маңызды. Егер мүлдем берекеңіз жоқ, ересек адам екеуі бір-біріне мәмілеге келе алмайтын болса, және ол ұзақ жылдар бойы созылатын болса, бұның балаға ешқандай пайдасы жоқ. Бала үшін ол жерде қалудың қажет жоқ деп ойлаймын. Сондықтан бұл ересектердің мәселесі негізі. Негізі мен тоже естіген едім, осындай отбасыдан, осындай қарым-қатынасты көрген қыздардың немесе ер балалардың қарым-қатынаспен бір қандай да бір травмасы болады деген. Бар ондай, әрине бар. Әрдайым ұрыс керісте болатын балаларды білемін. Мысалы, мен үйленбеймін деп айтады. Немесе мен балалы болмаймын, мен туғым келмейді мүлдем деп айтады. Неге десе, себебі ол тәжірибе ретінде көргені сол. Мен ондай өмірді қаламаймын деп жатады. Немесе кейде осы ұрыс керістің ең қиыны балаға дос ретінде өзінің шағымын айту. Ана негізі өзін ақтап алғысы келеді де баланың алдында. Мен жақсымын, ол әкең жаман деген секілді. Көрдің ба, бүйтіп жатыр саған, ақша бермей жатыр. Әне көрдің ба, ішіп жүр. Қане 8-де келім деп әлі жоқ әне деген секілді балаға жамандау. Балаға жамандаған кезде өкінішке орай баланың, қыздың ойында ер адамдарға деген сондай нәрсе қалыптасады. Ер адамның бәрі сондай. Олар өтірік айтады. Олар отбасын асырай алмайды. Олар жауапсыз болады деген секілді. Ең қиыны осы. Біз өзіміздің мәселемізді баланың алдында мен жақсы анамын деп өзімізді ақтап алу үшін жаңағы жолдасын жамандау жағдай өте көп кездеседі. Бұл әрине балаға қиындық тудырады, себебі бала барлық нәрсеге анализ жасап, фильтрдан өткізе алмайды. Анасының айтқан барлық нәрсесі балаға дұрыс болып көрініп тұрады. Тіпті кейде ересек адамда айтып жатады, мен былай ойлап қарасам, әкеме деген көз қарасым анама байланысты туындаған екен. Шын мәнінде менің әкеммен қарым-қатынасым онша емес дейді. Неге деп іштей бүйтіп зерттеп қарасам, анамның реніші көп болған екен. Соны бізге айтқан екен дейді. Сөйтіп сол ренішпен бізде өскен екенбіз деп жатады. Сондықтан өкінішке орай әкесін немесе анасын керісінше балаға жамандаған кезде біз баланың өміріне қауіп төндіріп жатырмыз. Біз баланың болашағына балта шауып жатырмыз. Сондықтан өзіңізді ақтау үшін бұндай нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Керісінше, әкеңмен мен келіспей қалдым, бірақ ол саған әке болып қала береді. Саған жақсы әке ол деген секілді нәрсені айтқан кезде бала өзін де болашағын да жақсы қабылдайтын болады. Ситуацияға тек ұрыс керіске тек ситуация деп қарайды, барлығымен бұлай болмайды. Мен қалаулымын, мені жақсы көреді, менің әкем де бар, анам да бар деп қабылдайды. Және баланың психикасы екі ерлі зайыпты ұрысқан кезде ол өзін біреуге жақтасуға мәжбүр көреді бала. Біреу таңдау керек. Біреу таңдау керек. Ол или мамасын таңдау керек, немесе әкесінің жағына шығу керек. Ол екі ортада нейтральный позицияны ұстай алмайды бала.
Сондықтан анасының жағына шыққан кезде ол автоматты түрде әкесіне қарсы шығуға мәжбүр болады ол бала. Кейде тіпті осындай сұрақ та қойып жатады. Сен не мамаң жақтап тұрсың ба деген сияқты. Әкелері де өздері итермелеп жатады. Қай жақтасың сен деген секілді. Бұл да өте қиын. Өзінің туған әкесіне қарсы шығу. Немесе керісінше, әкесін қолдап тұрса, қыз бала өзінің анасына қарсы шығуға мәжбүр болады. Біз мәжбүрлеп тұрмыз баланы. Бұл да баланың ішкі халіне өте кері әсерін тигізетін дүние. Жақсы. Осы конфликт темасын бірден жалғастырып кетейінші. Жалпы мен тредста көп талқыланып жатыр ғой, алимент төлемейтін әкелер дегенді. Осы жерде мен бір затты оқыдым. Ана мен әкесі ажырасқан кезде ер адам баласымен де ажырасып кетеді ментально дейді. Бұл қаншалықты рас? Енді бұл ер адамдар былай болады көбінесе. Әйелін сатып кеткен сияқты болды ғой. Әйеліне өте көп жаңағы не дейміз қазір, өте көп қиындық берді. Иә? Баласы да анасымен қалғандықтан ер адам көбінесе ол бала да тура мамасы сияқты ойлайды ғой деп беттемей жатады балаларына. Себебі мен ер адамдармен де сөйлестім бұл мәселеге байланысты. Анасы мені жек көріп тұрады дейді бала. Мені жақтырмай тұрады. Сен мені тастап кеттің ғой деген реніш болып тұрады дейді. Сондықтан қайта барып баламен сөйлесуге мен ыңғайсызданамын дейді. Себебі мен оны қыдыртамын, жүреміз дейді, бірақ ол бәрібір анасының қасында өмір сүреді. Анасының ойы тура баласына өтіп жатады дейді. Осы нәрсе ер адамдарға қиын болып жатады. Әрине кетіп қалатын еркектер де бар. Ол жауапсыз, өзі кішкентай бала сияқты. Мысалы, жасы 40-қа келгенімен ішкі халі 10 жасар бала сияқты еркектер де бар. Олардың ойы тек бүгінмен шектеледі. Ішіп, жеп, қарны тоқ болса, болды, ертеңін қатты уайымдап, баланың болашағын уайымдау үшін ересектік хал керек адамға. Адамның іші есею керек ол үшін. Ал өкінішке орай адамның іші есеймеген кезде ол баласымен конкурент болып тұр. Мен де сен сияқты өмір сүргім келеді. Мен де жақсы, мен өзім таба алмай жүрмін, қоя тұршы. Мен өзіме жетпей жатыр, мен бақытты бола алмай жатырмын әлі деген секілді ол да бір бала болып тұр. Сондықтан ол қаласа да оған әкелік мейірімін бере алмайтын халде болып тұр. Сондықтан мүмкіндігінше кішкентай кезде баламызға сол жылулықты, сол назарды берген жағдайда бала есейген кезде де тура сол мейірімді, назарды басқа біреуге бере алатын халде болады. Ал өзі аштық көрген, өзінің ішіне жылулық жетпеген адам өскен кезде де өкінішке орай өзінің баласына бере алмай жатады. Әрине дамитын адамдар бар, оны толықтыратын адамдар бар. Бірақ оған уақыт керек, ресурс керек, оған іздену керек. Барлық адам бұны өзінің бетімен жасай алмайды. Өмірдің ағымымен жүре беретін адам өте көп. Сол сценариймен Иә. Олай өмір сүру жеңіл адамдарға. Ал дамушы адам өте аз ізденіп, толықтырам, неге мен сондаймын, неге менің тас жүрекпін, неге көңілім жылымай жатыр өзім туған балама деп сұрақ қойып саналы түрде өзін іздейтін адам өте аз. Бізді де әкеміз ұрып өсірген, біз де ұрыс естіп өстік деп сол сценарийді қайталайды ғой. Иә. Ол да қалыпты деп ойлайды. Ешкім сырттан менің өмірім дұрыс емес деп айтпайды ғой. Адам барлығы мен дұрыс жасап жатырмын деп ойлайды. Сондықтан бұл жерде ересектік хал, дамушы адам ғана өзін таба алады. Сізге осы отбасылық конфликттарды шешу үшін, жоқ енді бала психологиясына көбірек келетін шығар. Сол кезде ата-анасы бірге алып келеді ма балаларды, әлде анасы сүйреп жүреді ма? Иә, бірге алып келетіндер соңғы кезде көп. Бірге онлайн консультация алатындар көп. Жай ғана біздің ұстанған бағытымыз дұрыс па деп консультацияға келетін ата-аналар, саналы ата-аналар көбейді деп айтсам болады. Дегенмен жалғыз келетін ана көп әрине. Басым көпшілігі жалғыз келетін ана. Әкесі қайда,
қаншалықты баланың өмірінде бар деп сұрап жатамын кейде. Әкесі жұмыста деген секілді. Сол баяғы ұстанымдар кейде баласының жасы нешеде екенін ұмытып қалады, кейде нешінші сынып оқып жатқандығын ұмытып қалатын әкелер жоқ емес, бар әлі де. Бірақ дегенмен ерлі зайыптылар да көп. Бірге дамытатын, бірге қарайтын. Қателеспесем, сіздің стористарыңыздан көрдім ғой деймін, ер баланың тәрбиесіне әкесі тікелей араласу керек депші. Мен ұлым қазір 2 жасқа толады. 8 айынан бастап әкесі өзі шомылдырады, шашын алға өзі алып барады, кейде киімдерін бірге алып барады деген сияқты. Жалпы мен өзім ер баланың анасы болғандықтан түсіндім, әке мен ұл баланың арасындағы байланыстың болуы өте маңызды екенше. Иә. Осы мүлде тәрбиеге араласпайтын әкелер болады ғой. Иә. Оны қалай орнын толтыруға болады? Жаңа сіз айтқан сияқты уақыт белгілеу керек па, немесе бір күнді белгілеу керек па? Иә, мүлдем уақыт бөлмеуге болады деп айта алмаймын. Дегенмен шынымен ел ағасы дейді ғой, әрдайым халықтың ортасында жүретін ер кісілер болады. Олардың миссиясы мүмкін басқа, иә. Олар лидерлік жаңағы рөл алған, өзіне белгілі бір басқа біреудің балаларын бағып жүретін ер адамдар да бар. Өзінің баласына уақыт жетпей ататын ер адамдар да бар, иә. Сондықтан бұл жерде ең бірінші қағида ананың сол еріне деген көзқарасы. Егер анада реніш болмаса, өзінің жолдасына деген, ананың ішінде бір жаңағы сезім, жаңағы мақтаныш сезімі жолдасы үшін. Сондай керемет адам, қолы босамай жүр, әкелеріңді сыйлай, қараңдар қандай қызметтер жасап жүр, қандай керемет тірліктер жасап жүр деп балаларына үнемі айтып отырса, баланың басында керемет образ қалыптасады әкесіне деген. Сондықтан бұл жерде анасы мен әкенің дұрыс қарым-қатынасы өте маңызды деп айтқым келеді. Бірақ ана да ренжіп жүретін болса, онда балада да реніш болады. Мынандай бір әңгіме оқыған бұрын, біздің әкеміз дейді, жаңағы бастық болған бір жерде, үлкен жаңа ауылды басқарған. Сөйтіп түнде үйге келеді, сағат 2-3-тердің кезінде кішкентай ғана майшам ол кезде дейді, свет жоқ дейді, майшамды жағып қойып кітап жазып отыратын көретінмін мен дейді. Сол образ әрдайым менің ойымда қалған дейді. Мен әкемді елестетсем, сондай ақылды, елдің алдында жұмыс жасайтын, түнімен келіп ізденіп кітап оқып кітап жазатын адам есіме түседі дейді. Сол маған үлкен бір күш қуат береді дейді. Сондықтан бұл жерде әкенің ниеті маңызды деп ойлаймын. Ол сыртта қандай ниетпен жүр. Егер шынымен қызметте, шынымен қолы тимей жүрген әке болса, әрине оны әйел де қабылдайды, анасы да түсінеді. Бірақ үйден қашқақтап, үйдің мынау тірлігінен шаршап, мен қолымнан келмейді деген секілді сыртта әшейін уақыт өткізіп, үйге тек қана ұйықтауға келетін әке болса, бұның мәселесі мүлдем басқа әрине. Бұл жерде өкінішке орай балада да травма, реніш пайда болады, әйел затта да үлкен реніш пайда болады. Баланың әкемен байланысты травмасы жалпы үлкен өмірде адамның ақшамен байланысты проблемасын туғызады дейді. Бұл қаншалықты рас? Я бұны рас деп ойлаймын. Я, бұл шындыққа жанасатын әңгіме. Себебі мысалы кішкентай балалардан мен консультация алған кезде өзіңнің ең бақытты сәтіңді айтшы деп ер баладан сұрағанымда, ол маған айтады, біраз ойланып отырды. Әкеммен мал базарына барған болатынбыз дейді. Сөйтіп бір қойды таңдап, соны барып екеуміз сойғыздық дейді. Сөйтіп етін салып үйге алып келдік дейді. Бұл сәт балаға бақыт беріп тұр, бұл сәт балаға үлкен бір күш қуат беріп тұр. Жалпы ақша бұл энергия деп айтады. Күш қуаты көп адамға, ашық адамға ақша келгіш болады. Тартады ақша. Тартады ақшаны. Анау іші тар, қызғаншақ адамдар емес, көкірегі кең, энергиясы мол адамға ақша шынымен жақсы көреді ондай адамдарды. Бұл не деген сөз? Бұл әкесін жақсы көретін адам деген сөз.
яғни бұл жерде де бір байланыс байқаймыз. Яғни әкесімен қарым қатынасы мықты балалардың да байқасаңыз еңсесі жоғары болады. Иә, самооценкасы күшті болады. Иә, мықты болады. Жасай аламын, қолымнан келеді деп тұрады ол бала. Ал өкінішке орай әкесімен қарым қатынасы нашар баланың еңсесі төмен болады. Тіпті кеңеске келген балаларда да тура солай болады. Сондықтан көбінесе ер балалар ең бақытты сәті ретінде жаңағы теңіздің жағасында папамыз екеуміз сумен ойнаған болатынбыз, тас лақтырып ойнаған болатынбыз, бір-бірімізге су шөкелесіп ойнаған болатынбыз деп өзінің ең бақытты сәттерін папасымен байланыстырып айтып жатады. Демек есейіп кеткен кезде де сол сәттер адамға күш қуат беретін сәттер деген сөз. Сондықтан әкемен қаншалықты осындай естеліктер көп болса, соншалықты бала мен қалаулымын, мені жақсы көреді деген сезімде болады, және ол балаға энергия береді, күш қуат береді. Жақсы. Енді бірақ баланы жалғыз тәрбиелеп отырған аналар бар. Иә, жалғыз басты аналар бар. Енді бұл жерде жаңағы айтқанымдай, жалғыз басты ананың өзінің жолдасына деген, ол мүмкін қайтып кеткен әке болуы мүмкін, иә, немесе екеуінің жолдары айырылып кеткен болуы мүмкін, ренішінің бар жоғы маңызды. Иә, бағана айтқанымдай, қайтып кеткен әкесі болса, керемет бір сезіммен сол әкені еске алу болуы мүмкін. Немесе сол балаға атасы қамқор болуы мүмкін. Немесе өзінің ағасы немесе туған інісі қамқор болуы мүмкін. Бұл әкенің рөлін жасай алатын адамдар. Яғни жаңағы балаға қамқорлық көрсете алатын адамдар. Себебі бала ажырасқан кезде ең үлкен уайымы, маған кім қарайды? Маған кім бас көз болады? Кім қамқор болады бізге? Жалғыз қалмаймын ба деген. Иә, бұл өмірлік қауіп бала үшін. Ойлап көріңіз, тіпті әйел адам кейде мен қалай күнімді көрем, қалай ары қарай өмір сүремін деп ересек жасы 35-ке келген әйел уайымдайды. Ал мүлдем дәрменсіз 10 жасар, 8 жасар бала, өзі мүлдем ақша таба алмайтын бала не қылады? Әрине ондай уайымға анаға қарағанда 10 есе үлкен болады, ондай қорқынышы, уайымы. Сондықтан ажырасатын кезде де, қайтыс болған кезде де балаға маңыздысы сол папаның орнын кім басатындығы. Біз айтсақ болады, балам, атаң тура осы қамқорлықты көрсете алады саған да, маған да. Мені де өсірді ол кісі. Енді бізге, енді сені сабаққа атаң апаратын болады. Немесе ағаң апаратын болады. Дым уайымдама. Біз жоқшылықта қалмаймыз. Сенің киіміңді де, мектебіңді де мен тауып беремін, немесе ағаң тауып береді деген секілді ер адамның рөлін көрсетсек болады. Демек, ондай жағдайда ашық сөйлесіп, болашақтың картинасын көрсету керек, иә? Біз ары қарай не істейміз деген. Иә, жоспарды ары қарай өміріміз қалай болады деген секілді бір-екі ауыз балаға айтқанымыз жөн болады. Жақсы. Жаңа айтып қалдыңыз, бала мен ананың арасында, то есть анасы не ойласа, баласы оны сезінеді дедіңіз ғой. Мен өткен подкастта бір ханым айтып еді, бізде 14 жасқа дейін бала мен ананың арасында байланыс болады деп. Осы жерде мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Бізде көптеген қазір аурулар тарап жатыр ғой балалардың арасында. ЗПР болсын, иә. Жалпы ананы кінәлау қаншалықты дұрыс осы жерде? Ғылым не дейді? Енді бұл жерде ананы кінәлау дұрыс емес деп ойлаймын. Бұл жерде ана кім кінәлі деген сұрақтың жауабын іздемеу керек деп ойлаймын. Осы нәрсені мен қалай қабылдаймын және қандай әрекет жасауым керек деп ойлағаны дұрыс. Бұл ересектік хал болады. Себебі біз кінәлі адамды іздеумен әлек болып кетеміз. Мен кінәлімін бе, ол кінәлі ме? Бұл тағдыр. Кейде біз қалаймыз, баланың ешқандай қиындықсыз осы өмірден өткенін қалаймыз. Дегенмен ол мүмкін емес. Барлық бала өмірден өзінің емтиханын алады. Бала болса да. Бала болса да. Өзінің сабағын да алады. Сөйтіп бір нәрселерді өмірде үйренеді ол бала. Мүмкін осы бала сізге өмірлік бір нәрсе үйреткен болуы мүмкін.
Мысалы мен осындай ерекше баланың ата-аналарымен сөйлескенімде ауыл ата-аналар айтады, бұл бала біздің өмірімізді 180 градус өзгертті дейді. Маған шыдамдылықты үйретті дейді. Маған басқаны сыйлауды үйретті дейді. Мені тоқтатты, мен тоқтамай домалап кетіп бара жатыр екенмін деп жатады. Осы сабақ менің ойымша ең маңыздысы деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде еркек кінәлі ме, ана кінәлі ме деген сұрақ дұрыс болмайды. Бұл жерде сол баланың сізге үйреткен нәрсесі маңызды. Қаншалықты сіз қабылдай алдыңыз. Баланы қабылдау бұл тағдырды қабылдау. Жолдасыңызды қабылдау да тура солай. Біз кейде қабылдамаған кезде, қарсылық көрсеткен кезде, неге деген сұрақты көп қойған кезде қиналып жатамыз. Оның жауабын таппай жатамыз. Кінәлі адамды іздеген кезде де қиналып жатамыз. Сондықтан бұл жерде бірге әрекет ету, кейбір ерлі зайыптылар айтты, мысалы, біздің бір-бірімізге деген сезіміміз одан сайын күшейді дейді. Біз бір ортақ қиындықтан өтіп жатырмыз. Әйеліммен түсінісушілігіміз арта түсті дейді. Сондықтан дұрыс қабылдай алсақ, бұл да бір сынақ деп ойлаймын, өмірлік. Біреуге былай беріледі, біреуге басқаша беріледі. Біреуге өзінің денсаулығымен беріледі. Сондықтан қабылдау, иә. Жақсы. Бірақ алдын алуға болады ма? Менің сұрағым келгені, жаңағы ананың состояниесі балаға беріледі деп тұрмыз ғой. Ол әртүрлі аурулар тудыруы мүмкін деген сияқты. Осындай заттың алдын алуға болады ма? Енді оны алдын алуға болады деп айта алмаймын. Неге? Себебі әрине біз қолдан келгенше денсаулығымызды жөндеуіміз керек, иә. Барлық нәрседе бағана әдепкі сұрақтарда да айтып жатырмыз, жоспарлы түрде деген секілді. Үйленгеннен кейін әйел адам өзінің денсаулығына өте мұқият қарау керек. Себебі сіздің ішіңізден басқа адам шығады. Ол жеңіл емес. Қанша витамин кетеді, иә, физикалық тұрғыда біз оған дайындық жасауымыз керек. Тура солай психологиялық тұрғыда да біз өзіміздің психологиялық саулығымызды жөндеуге тырысуымыз керек. Себебі бала дүниеге келген кезде ол ушыға түседі. Сіз өз-өзіңізді түсініп, өз-өзіңізді танымайтын болсаңыз, сіз баланы екі есе тани алмайсыз. Сондықтан әрине әрекетте жасап дайындық жасауымыз керек. Қол қусырып отыруға болмайды. Дегенмен, бала дүниеге келген кезде біз жақсы ана болуға ешқашан 100% дайын бола алмаймыз. Себебі біз оны практикада ғана өтеміз. Бала дүниеге келді, мен мына балаға былайынан дайындық жасап дайын отырамын деген нәрсе жоқ. Ол әрдайым біз үшін бір сыр. Бала. Біз оны қандай мінезбен келеді, қандай денсаулықпен келеді, кім болып келетіндігін білмейміз. Біз оны өзіміздің тәжірибемізбен үйреніп, сонымен бірге баланы тану арқылы, өзімізді тану арқылы сол бір белгілі жолдардан өтіп жатамыз. Өмір осынысымен қызық. Сөйтіп сол жолдан өтіп, әрине сіз білімді болсаңыз, саналы ана болсаңыз, мүмкін жеңілірек өтесіз бұл жолдан. Дегенмен 100% дайын болу мүмкін емес деп айтам. Бірақ жаңа сіз айтқандай психологиялық және физиологиялық дайындықтың болуы. Әрине. Қазір не көп? Заман дамыған заман. Анализ тапсыру болсын, бір күнде нәтижесі шығады оның. Жай ғана қарапайым анализдерден бастап болсын, психологиялық саулығымызда да тура солай. Өзімізге сенімсізбін, өзімді дұрыс ұстай алмаймын, эмоцияларыма ерік бере беремін деген секілді жағдайлар болса, ерте жастан дайындалып, оны жөндеуге болады. Болады. Жақсы. Енді бала тәрбиесінде қазір өзгешеліктер көп дейді. Қазіргі балалар бұрынғы балалар сияқты емес деген сияқты. Сонда біздің бұрынғы ата-бабаларымыздың беріп кеткен жолдар қазір жұмыс жасамайды ма сонда? Мысалы, қандай жағдай деп айтсақ болады? Мысалы, жарайды, салыстыруды айтпай қояйық. Одан бөлек, мысалы, қаталдықты айтсақ болады. Авторитарлық дейсіз ғой, Енді бұл жерде, бұл
біздің ата бабаларымыз деген кезде қазақтар сияқты болып көрінеді. Бұлай алмағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Бұрынғы тәрбие деп алайық. Жалпылама, бұрынғы тәрбие деп алайық. Бұл жерде басқару басым болды бізде. Сондықтан өзіне сенімі өте төмен тұлғалар пайда болды. Бұл нәрсені өзгерткеніміз дұрыс деп айтамын. Себебі бұрын біздің қазақтың хан патшаларын өсірген заман керісінше. Ол кезде үлкен адамдар әрдайым өзінің баласын ертіп жүретін еді. Жиындарға барған кезде, жиналыстарға барған кезде, сөйтіп олар жаңағы үлкен мәселелерді шешкен кезде, халықтың, елдің қамын ойлаған кезде, қасындағы кішкентай бала соның барлығын естіп өскен, соның барлығын біліп өскен. Сондықтан саналы балалар дүниеге келген. Ал қазір өкінішке орай бізде ата-ана мен баланың арасында өте үлкен алшақтық бар. Баланың әлемі мүлдем басқа, ересектің әлемі мүлдем басқа. Және бұл екі әлем бір-бірін танымайды. Баласының қандай кино көріп жүрген, немен айналысып жүрген, достарының кім екенін білмейді көп ата-аналар. Аутсорсқа беріп қойған. Азанда бала сабаққа кетеді, кешке келеді. Ата-ана да кешкісін жұмыстан келеді, бірге шай ішеді, ішпесе сабағыңды оқы. Тек осындай ғана қарым-қатынаста болып қалдық. Бұл да өкінішке орай баланың құндылықтарды, тәрбиені басқа жақтан алуын қамтамасыз етті. Бір ата-ананы көресіз, өте керемет адамдар, бірақ баласын көресең мүлдем аспан мен жердей. Ал бұрын қалай еді? Мынау пәленшенің баласы ма? Бұған сенуге болады, өте үлгілі отбасы бұлар. Бұндай әкеден жаман бала туылуы мүмкін емес деген сияқты сондай бір тұжырымдама жасай алатын едік. Себебі құндылықтарды беріп отыратын еді. Қарым-қатынас, диалог көп еді. Ал қазір өкінішке орай бала тәрбиені телефоннан алып жатады, басқа жақтан алып жатады. Әлемі мүлдем басқа, ересектің әлемі мүлдем басқа. Сондықтан ара алшақтап кетті. Осыны кішкене қосуымыз керек. Біз қалай подругалармен отырсақ, өсек айтатын болсақ, бар деп баланы қуып жіберіп, біз не қыламыз? Өсек айтамыз. Немесе ішетін болса, балаларды басқа бөлмеге беріп жіберіп, ішет, темекі шегеді мысалы, бұның барлығы дұрыс емес нәрсе. Ата-ана да біліп отыр, сондықтан бала мені көрмесін деп қашқақтап жүреді. Демек, ата-ананың өзі дұрыс емес өмір сүреді. Ондай баладан дұрыс құндылықтары бар бала шығу өте қиын. Сондықтан дұрыс өмір сүрсек, баламызды қасымызда алып жүрсек, біздің құндылықтарымыз балаға беріліп отырады. Мен бір жерден оқыған едім, баланың ең мықты бірінші кумирі ол оның ата-анасы болу керек деп. Дұрыс. Ал қазір өкінішке орай мен мамама ұқсағым келмейді, она старомодная, ол білмейді, трендті білмейді, ешнәрсені түсінбейді деген секілді ара ашылып кетті. Ал шын мәнінде, кішкентай кезінде қыз баланың ең бірінші ғашығы, кумирі, идеалы бұл өзінің әкесі болады. Одан кейін барып ол түсіне бастайды. Мен ересек екенмін ғой, менің өзім бөлек өмірім бар екен деген секілді. Ер балаға да тура солай. Өзінің анасы ең мейірімді, ең жақсы әйел болып көрінеді. Бұл қалыпты нәрсе. Сіздің практикаңызда болды ма? Осындай балаңызға осы нәрсені қаласаңыз, сіздер өмір салттарыңызды өзгертіңіздер деген сияқты ата-анаға кеңес беру болды ма? Жалпы? Әрине. Әрдайым солай болады. Ең бірінші кеңес ата-анаға беріледі. Себебі қазірдің өзінде баладан талап ететін ата-ана өте көп. Сен жақсы оқысаң ғана адам боласың, сен қатарыңның алды болсаң, сен спортқа барсаң ғана жақсы адам боласың деп. Өкінішке орай бала ол нәрсені жасай алмаған кезде, мен адам емеспін, мен жақсы емеспін деп өз-өзіне қол жұмсауға дейін барған балалар бар. Сондықтан ең бірінші ата-ана баланы бір фирма сияқты көрмеу керек. Ол туғаннан оның көкірегіне сен адамсың деген эмблема тағылып келген. Ол балаға. Біз тек қана оның адам болғаны үшін сыйлай алуымыз керек. Сосын барып мектеп, сосын барып сабақ, сосын барып баланың жетістіктері.
бірақ бізде өкінішке орай бірінші баланың жетістік көрсету керек, сосын барып мен сені адам ретінде қабылдаймын деген нәрсе бар. Сосын мен сені жақсы көремін. Иә, сосын ғана мен сені жақсы көремін деген нәрсе бар. Сондықтан қазір мысалы мынау статистика бойынша көп ақша ұрлайтын адамдар болады ғой, взятка алатын, парақор мысалы, иә. Сол өте көп пара алған адамдардың сол ақшаны қайда жұмсады деген сұраққа ең бірінші әке шешесін Дубайға жіберген, шуба алып берген, сондай жерлерге жұмсаған. Бұл не деген сөз? Бұл әке шешесіне мен адам болдым деп көрсету үшін. Дәлелдеу. Иә, көрдің бе? Ана ағаң сияқты бол деп айтқанын қалап тұр. Иә? Бұл да айналып келгенде іштегі дефицит. Біз ол адамды жай ғана адам болған үшін құрметтеп сыйлай алмай тұрмыз. Біз ол адамға ананы көрдің бе, ана ақша тауып жатыр, ананы көрдің бе, қандай жұмыс жасап жатыр деген нәрсені айтқан кезде, ол да әке шешесіне сондай адам болғандығын көрсеткісі келеді. Бұл іштегі сондай дефициттен туындайтын қиындықтар. Демек, бала оны өскен соң қандай жолмен болса да дәлелдеуге тырысады, иә? Иә, ол іштегі дефицитті толтыруға тырысады. Сол сезім жетпей тұрма, қандай жолмен болса да өзінің адам екенін дәлелдегісі келіп тұрады. Ең алдымен бұл ата-анаға дәлелдегісі келіп тұрады. Кейін басқа бауырларына, басқа адамдарға да тура сондай болады. Өзінің ханымына да, әйеліне де тура сондай болады. Сондықтан жай ғана адамды адам болған үшін ең алдымен сыйлай білуіміз керек. Керемет. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, бұрын бізде балалардың самооценкасы өте мықты болған деп, иә. Жалпы қазір біз балалардың самооценкасын қалай көтереміз? Жаңа сіз айттыңыз ғой, жылы, жақсы сөздер айту керек деп. Одан басқа бір күнделікті жасататын бір практикаларыңыз бар ма? Енді бұл жерде кейде мынандай әрекетке кетіп қалады ата-аналар. Баланы мақтаған кезде аса тым мақтап жібереді. Сөйтеді да бала нарцист болады, эгоист болады. Мен жоғармын, басқалар онша емес деген секілді көзқарасқа кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан баланы мақтау деген кезде кейде әлсіз жағында айтуымыз керек. Ол өтірік мақтау болмау керек. Ол шынымен, иә, бала өте энергичный, бала өте жаңағы жыбырлақ, иә, бір орында отыра алмайды, бірақ басқалармен керемет қарым-қатынас құрады, бірақ өзінің заттарына ұқыпсыз. Иә, біз оны да айтауымыз керек. Балам, иә, сенің басқалармен тез тіл табысатының ұнайды маған, бірақ заттарыңа ұқыпсызсың деген секілді. Я, бала қабылдайды. Балаға тек қана жаман жағын айтпаймыз. Тек қана жаман жағын айтқан кезде оның құны түсе береді. Ол мен төменмін, мен қолымнан келмейді дей береді. Сондықтан мүмкіндігінше дұрыс жағында айтуымыз керек, әлсіз жағында кейде айтқанымыз дұрыс. Екінші, баланы қабылдау, салыстырмау ата-ана ретінде, иә, бұл өте маңызды. Үлкен балаңызбен кішкентай балаңызбен ортаншы балаңызды салыстырмау, әділ қарау баланың барлығына. Әділ көзқараспен қарау маңызды. Самооценканы басқа қалай? Шартты махаббат бермеу. Мысалы, сабақ оқысаң ғана жақсы көремін емес. Бала, мен сені жақсы көрем, сабақты өзің үшін оқисың. Мен саған көмектесейін. Оқу керек. Бұл өмірдің заңы. Иә? Деген сияқты. Атак бізде қалай? Біз оқымаса айқайлап ұрсып жатамыз, оқыса ғана мақтап жатамыз. Бұл қате. Бұл дұрыс емес. Түсіндіре алдыңыз, өте керемет. Енді жаңа сабақты оқысаң ғана жақсы көремін деп айтты. То есть түпкі ойда сол тұр ғой, енді жақсы оқу керексің деп. Баланы қалай ынталандыруға болады? Қазір әсіресе жаңа подростковый возрасттағы ата-аналарды мен өзімнің айналамда да бар, балалармен алысып жатады да, неге сабақ оқымайсың, неге кітаптың бетін ашпайсың деген. Баланы қалай ынталандыру керек? Енді ынталандыру дегенді біз тек қана сабақ оқуға ынталандыру деп көреміз. Біз, мысалы, Говард Гарднер деген кісінің 8 интеллектті зерттеген керемет жұмысы бар, еңбегі бар, кітабы. Сол жақта адамның 8 түрлі интеллектісін түсіндіреді. Ал мектеп болса, сол интеллекттің біреуі немесе екеуін ғана зерттейді, екеуін ғана бағалайды.
Ал одан басқа мыңдаған қабілет бар баланың бойында. Сол қабілеттерді ата-ана көре алуы маңызды. Біздің ойымыздағы бала сабақ оқымаса, значит, ол бала жетістікке жете алмайды деп ойлаймыз біз. Біз тек қана соған байлап қоямыз. Мектептегі жақсы бағаға, иә? Иә. Өкінішке орай, баланың жетістігі тек қана жаңағы бағаға байланысты емес. Сондықтан баланың өнерге мықты болуы мүмкін. Бала жаңағы не дейді, шығармашылық таланты болуы мүмкін, тілге шебер болуы мүмкін. Тіпті натураға дейміз, табиғатпен жан жануарға интеллектісі өте жоғары балалар бар екен. Яғни олар табиғатпен жан жануарды тілін өте керемет түсінеді. Бірақ біз олардың барлығын ескермейміз. Физикалық интеллект бар. Бала физикалық тұрғыда қасындағы 10 баладан мықты. Ол өзін өте керемет сезінеді жаңағы бала. Бірақ өкінішке орай кейбір ата-аналар болады, мен балаңыз физикалық тұрғыда мықты екен десем, ой, қойыңызшы, өскен соң кім болады ол? Маймыл бола ма дейді. Біз бағаламай тұрмыз, біз құнсыздандырып тұрмыз. Сондықтан ынталандыру деген кезде ең бірінші ой өмірге ынталандыру болу керек. Өмірге ынтасы бар бала далада қалмайды ешқашан. Біз не қыламыз, кішкентай кезден балаға барлық нәрсені айтамыз. Тұр, отыр, сабақ оқы, қазір ана жаққа барасың, мына кружокқа барасың, мен айтқанымды тыңдайсың, бүйтесің, сөйтесің деген кезде белгілі бір уақыттан кейін бала өзінің ішкі дауысын естімейтін халге келеді. Мен не қалап тұрмын, ана жаққа барғым келіп тұр, қойшы барсам ка, мамам ұрсады, оған ұнамайды бұл нәрсе деген секілді бала өзінің ішкі қалауларын тыңдай алмайды және сонымен әрекет ете алмайтын халге келеді. Сол кезде өмірге деген ынтасы азаяды баланың. Қызығушылығы да азаяды. Сондықтан жалпы ынталандыру деген кезде біздің ойымыз ол өмірге ынталандыру болу керек. Балаңыз егер көзі жанып бір нәрсені жасайтын болса, сіз қуануыңыз керек. Оны құнсыздандырмауыңыз керек. Бала спортпен айналысқан кезде, футбол ойнаған кезде терлеп, тепшіп, мәз болып, көзі жанып, риза болып келетін болса, демек спортты көбейту керек. Демек ол баланы қолпаштау керек, айту керек ол балаға. Қандай керемет ойнайсың? Ай, сен керемет бір спортшы боласың ау өскен соң. Иә? Біз не дейміз? Болма ойнап, отырда сабағыңды оқы енді. Иә? Осы қателік осы жерде деп ойлаймын. Түсіндім. Демек, мектептегі баға баланың бүткіл өмірін шешпейді дегіңіз келіп тұр ғой? Әрине. Балаңыз 4-тік болуы мүмкін. Кейде 3-тік болуы мүмкін. Бұл ол балаға крест қоймайды. Бұл баланың өмірде жетістікке жетпейді деген сөз емес. Бірақ әрине оқығаны дұрыс. Бірақ сіз жалпылама қарауымыз керек. Баланың сабақтары 4 пен 3. Бірақ қоғаммен қарым-қатынасы, өзіне сенімділігі, жаңағы творчество, керемет өлең айтады бала. Жақсы көреді сол сфераны. Демек, балаңыздың талабы, таланты басқа жақта болып тұруы мүмкін. Сондықтан жалпы баланы бір ғана бағамен, мектеппен бағалауға болмайды. Демек, ол нәрсені қабылдау керек, әрине біз көмектесуіміз керек. Қолымыздан келгенінше көмектескеніміз дұрыс. Бірақ бізде мысалы мынандай нәрсе де бар. Барлық сабақтан тек қана 5 болуың керек. Бұл жерде де баланың әдебиетке қабілеті бар, математикаға кішкене әлсіздеу қабілеті. Онда әдебиеті мықты болсын, сөз байлығы мықты болсын, математикасының 4 болғанын біз қабылдаймыз. Деген секілді, бірақ біз не қыламыз? Мынау неге 4, мынау неге 3 деп кейде баланы жағасынан алып жатамыз. Мұғалімдерге атакаға шығатындар да бар екен. Бағасын түзеп беріңіз деп. Бұл жерде ата-ананың өзінің ішкі қиындығы болып тұр бұл. Бұл кейде балаға байланысты емес. Ол баланың үш алғандығын өзіне намыс санап тұр. Мен сонда жұрт айтады ғой ертең баласы троечник деп. Деген секілді. Бұл жерде токсичность бар. Бұл жерде біз баланы ойлап тұрған жоқ. Біз өзімізді ойлап тұрмыз. Мен жаман ана болып қалдым ба? Балам троечник. Тек қана 4 бағасы. Жұрт сияқты отличник емес. Жұрт айтады ғой мынаның мамасы қайда қарап жүр деп. Деген сияқты нәрсе де болуы мүмкін.
ол жерде әрине токсичность болады, реніш болады, қысу болады балаға. Ал баланың болашағы үшін біз баланы зерттейміз, оның қуанышы қандай, оның жаңағы ішкі таланты қандай деген секілді зерттеу жұмыстарын жасаймыз. Керемет. Демек, балаңда бір нәрсеге көңілің толмай тұрса, демек өзіңмен жұмыс жаса деген инсайтты алып тұрмын. Иә, шын мәнінде біз баладан не нәрсені қатты талап етсек, сол нәрсені ең бірінші өзімізден талап етуіміз керек. Себебі ол сізге айтылып жатқан дүние. Сіздің өзіңіздің ішіңізде кем көретін дүниеңіз. Сондықтан егер сіз сол нәрсені жасай алсаңыз, сіздің қолыңыздан келсе, балаңыз сізге қарап, ол да мен де жасай аламын деп ойлайтын болады. Үлгі ретінде ең бірінші ол нәрсені сіз өзіңізге айтуыңыз керек. Керемет. Тағы бір сұрағым, бала өскен кезде өзінің сүйікті бір ісімен айналысу үшін, жалпы өмірден өз орнын табу үшін, кішкентай кезінен баланың бойында қандай бір әдеттерді қалыптастырған дұрыс деп ойлайсыз? Иә, өте орынды сұрақ. Бұны ғалымдардың зерттеу бойынша 5 түрлі нәрсені шығарады екен. Оның ең біріншісі толеранттылық. Басқа адамды қабылдау, сынамай, нұқамай, жаңағы ой, ана жер мынандай екен, мына жер сондай екен демей, адамды жай ғана қабылдай алу қабілеті. Сол кезде ол барлық адаммен тіл табыса алады. Коммуникация мықты. Коммуникация бірінші орында екен, бала жетістікке жету үшін. Екінші орында бұл нәтижелілік, яғни нәтиже тек қана маған байланысты деп ойлау. Яғни мен қаласам оны жасай аламын деген нәрсені балаға түсіндіре алу. Мысалы, жаңбыр жауып тұр, кружокқа бару керек бала. Балам, сен егер қатты қалап тұрсаң, еш нәрсеге қарамай барасың. Ол шынымен солай. Қар жауып тұрма, боран болып тұрма, ол қатты қалап тұрса, ол жетеді сол жерге. Ол кімге байланысты? Баланың тікелей өзіне ғана байланысты. Осы нәрсені балаға жеткізе аламыз. Нәтиже тек қана саған байланысты. Мысалы, Африкадағы мүлдем кроссовкасы жоқ балалар желаяқ болып чемпион мира болып жатады. Жүгіруден бірінші орын алып жатады. Оларда еш нәрсе жоқ. Кроссовка жоқ. Мықты футболистер де бар. Мықты футболистер де бар. Африкада ешқандай қаражатсыз олар сол нәрсеге жеткен. Бірақ бізде сылтау өте көп балаларда. Ой, мен анаяққа барайын деп едім, кроссовкам болмай қалды ғой. Мен жасайын деп едім, апай баға қоймай қойды ғой, деген секілді сылтауларды қабылдамау. Балам, ол саған байланысты. Бүгін болмаса ертең қабылдайды апайың. Просто оқи бер. Бұл екінші мәселе. Үшіншісі батылдық. Батылдық өте маңызды. Мысалы, алдыңнан кетіп бара жатқан кезде алдыңнан 2 бала шықты. Саған тесіп жатыр, сен не істейсің? Деген жай ғана сұрақтар қою арқылы біз кейде баланың батылдығын оятсақ болады. Ертегі оқу арқылы, кітаптар оқу арқылы, өмірде тәжірибені бала көре алмаса, онда кітап арқылы, ертегі, осындай әңгімелер арқылы баланың батылдығын ояту. Үшіншісі. Төртіншісі тәуелсіздік. Басқаның ойына тәуелсіз болу. Маңызды емес. Кім не ойлап атқан маңызды емес. Маңызды сенің ішіңдегі. Сенің қалауың, сенің ұмтылуың. Анау айтып жатады ғой енді коучтар. Саған жасай алмайсың деп айтқан адамдардың барлығы өзі сол нәрсеге жетпеген адамдар. Өздері жасай алмаған адамдар. Бұл шынымен солай. Біз басқа біреудің ойына тәуелді болған кезде, өкінішке орай өз өмірімізді құра алмаймыз. Біз басқаның қалаған өмірін сүреміз. Өзіміздің өмірімізді сүре алмаймыз. Төртіншісі бұл тәуелсіздік. Бесіншісі ең маңыздысы бұл баланың бойындағы күш қуат. Баланың бойында қаншалықты күш қуатын дұрыс нәрсеге жұмсай алса, соншалықты ол оның қадірін түсінеді. Оны жай ғана мысалмен практикалық тұрғыда түсіндірейін. Жай ғана батарейканың суретін салып, балаға сызып көрсетсек болады. Бір күнде саған 100% күш қуат берілді. Сен оның 30%-ын мультфильмге жұмсадың, телефонға жұмсадың, оның 30%-ын далаға ойнауға жұмсадың, оның 30%-ын мектепке жұмсадың. Сосын соңғы 10%-ын ініңмен ұрсып төбелесуге жұмсадың. Осы жерде өзіңе пайдалы нәрсеге жұмсаған бар ма нәрсе? Бала ойланады.
и жай бала өзінің күш қуатын, уақытын дұрыс нәрсеге жұмсауды осылайынан үйретсек болады практикалық тұрғыда. Ақша жинау емес, күш қуатыңды үнемдеп қолдану, дұрыс жаққа қарай қолдану маңызды екен. Осы 5 қабілетті, қасиетті бойында сіңдірсе, бала өмірден өз орнын табады деген сөз. Иә, сөйтеді. Жалпы мен соңғы сұрағым, біздің подкасттың аты бай бол деп айтылады. Бұл материалдық тұрғыда, рухани, жаңағыдай діни көзқараста сол байлықтарды айтамыз. Енді сізге сұрағым, бала рухани бай болу үшін балаға қандай тәлім тәрбие беруіміз керек? Рухани бай болу үшін ең бірінші бала өзін сыйлап, өзін түсініп үйрену керек деп ойлаймын. Себебі өзін сыйламаған, өзінің ішкі сезімдерін қабылдамаған, түсінбеген бала шынайы сезімге жете алмайды. Ол тіпті біреуге көмектескен кезде де іштей шынайы өзі қалаған үшін көмектеспеуі мүмкін. Ол басқа біреу көрсін деп көмектесуі мүмкін. Біреу үшін. Бұл шынайы рухани байлыққа жатпайды. Рухани байлық дегеніміз ешкім жоқ кезде де сенің адам болып қала алу халің. Сондықтан ең бірінші адам өзін тану керек, өзін сыйлай алу керек деп айтам. Себебі бұл менің тікелей мамандығыма байланысты дүние. Менің бақылауым, көруім бойынша да қаншалықты адам өзімен дос бола алса, өзінің ішкі сезімдерін тыңдай алса, соншалықты оның сезімдерін қабылдай алса, соншалықты оның сезімдері терең және шынайы болады. Соншалықты ол адаммен қарым-қатынас құру жеңіл болады. Қаншалықты адам өзін тыңдай алмаса, қаншалықты адам өзінің ішкі сезімдерін қабылдай алмаса, соншалықты ол тұрақсыз болады, жеңіл болады, ергіш болады басқа біреуге. Өзін басқа біреу арқылы көретін адам болады. Сен жақсы деп айтсаң жақсымын, сен жаман деп айтсаң жаман болып қалады. Сол кезде оның бойында качеля дейміз, әртүрлі халден кіріп халге шығу деген секілді қиындықтар, тұрақсыздық өте көп болады. Сондықтан рухани баю үшін адам өзін қабылдап, өзін тану маңызды деп айтар едім. Керемет. Бүгінгі сұхбатқа келгеніңізге, келіскеніңізге рахмет. Өте пайдалы сұхбат болды деп ойлаймын. Білгеніңізбен, тәжірибеңізбен бөліскеніңізге рахмет. Сізге де көп рахмет. Өрлей беріңіз, қоғамға пайдалы осындай керемет проекттер жасай беріңіздер. Рахмет.